Ал биыл мамыр айында Петропавлдағы автомектептердің бірін тәмамдаған тұрғындар әлі күнге дейін жүргізуші куәлігін ала алмай жүр. Құжат алу мерзімі тым ұзап кеткендіктен олар облыстық полиция ведомствосының басшысы Берік Біләловке шағымданған. Қоғамдық қабылдауда осы және басқа да маңызды мәселелер қарастырылды. Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті басшысының кезекті азаматтарды қабылдауы Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдауында және селолық округтарда өтті. Кездесуге Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі департаментінің жетекшісі Бақыт Өмірсейітов және ішкі істер департаменті қарамағындағы қоғамдық кеңес төрағасы Жаслан Ахметов қатысты. Қоғамдық қабылдау болатынын алдын ала естіген Қызылжар ауданы Пенькова селосының тұрғындары сұрақтарын даярлап келіпті. Кавказдан қонақтар жиі келеді, басқа да шетелдерден келіп жатады. Біз осы жердің тұрғындарымыз, жас емеспіз, бәріміз зейнет жасындамыз. Сондықтан бізге жақын маңда, яғни Соколовкада құжат беру орнын ашса деген ниетіміз бар. Тағы бір өтініш, учаскелік инспекторларымызды жиі ауыстыра бермесеңіздер екен. Петропавл қаласының тұрғыны Әсел Табанақова Берік Біләловке шағыммен келіпті. Бой жеткен мамыр айында автомектепті тәмамдағанмен жүргізуші куәлігін әлі ала алмай жүр. Оған себеп автомектеп қайта тіркеуден өтпепті. Бұл сұрақты департамент басшысы жеке бақылауына алып, тиісті мамандарға мәселені жақын арада шешуді міндеттеді. Я училась в школе Қызылжар. Мен Қызылжар мектебінде оқыдым. Ол бұрын автоәуесқойлар ұйымы деп аталған. Біз оқуды маусым айында тамамдап, емтихан тапсыру керек болатынбыз. Бірақ халыққа қызмет көрсету орталығына барғанда мектеп Қызылжар ретінде қайта тіркеуден өткен жоқ деді. Сондықтан біз 2 айдан бері емтихан тапсыра алмай жүрміз. Бүгін ішкі істер департаменті басшысымен жолықтым. Ол мәселенің бір жақты етілетінін айтты. Жыл басынан бері Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті басшысының қабылдауында 250 адам болды. Сұрақтардың дені қылмыстық істі тексеру, қылмысты ашу, кадр мәселелеріне қатысты болып келеді. Сондай-ақ 8 ай ішінде Берік Біләловке 2000-нан астам өтініш түскен. Кезекті азаматтарды қабылдау 4 қыркүйек Әуезов көшесінің бойында орналасқан нөмірі 9 аумақтық пунктте өтеді. 39-40-20 нөмірі арқылы алдын ала жазылуға болады. Фариза Жаситова облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.